Отан отбасынан басталады. Әрбір тамырлы ағаш үлкен әулеттің символы. Халықаралық отбасы күніне орай еліміздің барлық аймағында отбасы ағаш атты ерекше жоба қолға алынды. Бұл бастаманы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия тікелей қолдап отыр. Жобаның мақсаты отбасылық құндылықтарды табиғатты аялаумен ұштастыру. Енді жас жұбайлар неке қиған күні немесе сәбилі болған ата-аналар өз есімдер жазылған әулеттік ағаш отырғызады. Осылайша еліміздің әр өңірінде жап-жасыл отбасы аллеялары бой көтереді. Бұл тек экология емес, бұл тарих. Жоба аясында мектептер мен мәдениет үйлерінде ерекше байқаулар өтеді. Балалар өздерінің жеті атасын, әулет шежіресін зерттеп, отбасылық шежіре ағашын дайындайды. Бұл ұрпақтар арасындағы рухани байланысты бекіте түсетін алтын көпірі. Өз тамырыңды таны, табиғатты аялам. Қорыта айтқанда, бүгін егілген кішкентай көшет ертеңгі мәуелі бәйтерек, ал бүгінгі жас шаңырақ еліміздің берік тірегі. Әрбір отбасы өз тамырын тереңінен тартып, табиғатпен бірге жайқалып өссе, жеріміз жасыл баққа, еліміз берекелі мекенге айналады. Әулетіміз аман, егілген әрбір отбасы ағашының ғұмыры ұзақ болсын. Ролик Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.